Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Бүгін тартылған еттен котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет керек. Бір пияз, бір картошка, бір тұқым және де бір стакан сүт пен нанның ішіндегі жұмсағы керек болады. Ең алдымен нанға сүтті құйып, жұмсартып қойып қоямыз. Фаршымызды ыдысқа салып, оның ішіне тұз, бұрыш және дәмдеуіштер өз қалауларыңызға қарай саласыздар. Араластырып аламыз жақсылап. Және де пиязымызды үккіштің үлкен жағынан өткізетін боламыз. Мінекей өткізіп алдық. Осылай әдемі болып сақталып өтті. Оны фаршымызға саламыз. Енді картошкамызды үккішіміздің ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Мінекей картошкамыз да дайын. Оны фаршыға қосамыз. Және де жаңағы сүт құйып қойған нанымызды, езіліп тұрған нанымызды үстіне саламыз. Және де тұқымымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай фарш шықты. Енді котлет жасай бастаймыз. Котлет жасау үшін бізге ұн мен су керек болады. Қолымызды суға малып, осылай ұнға аунатып, сондай котлеттер жасадым. Енді пісіретін боламыз. Мінекей қызып тұрған майға осылай жан-жағын қызартып пісіріп аламыз. Менің котлеттеріме ешқандай духовканың қажеті жоқ. Ұзақ уақыт піспейді. Тез арада дайын болатын котлет. Мінекей мен котлетім дайын. Ас болсын. Рахмет баршаңызға.